Так, түнгі сағат 2. Мен қазір тағы Алматы облысы Талғардамын. Ағамның үйін өртеп кетті. Қазір полиция қызметкерлері, пожарный бәрі осында. Қазір келе жатырмын. Ағамның үйін өртеп кетті. Масқара ғой, масқара. Біздің тыныштығымызды бұзып. Қазір түсірем қалғанда. Саида, вот то, что осталось от дома. Снаружи, кажется, поджигли. Ничего не видно здесь. Пожарные люди. Мой. Снаружи, кажется, поджигли, потому что у нас снаружи дерево еще есть. Кровля сверху была. Все, сняли здесь навес был. Навеса тоже убрали. Все сажано, видишь? То, что осталось от дома у нас. Мінекей, мына үйдің кіре берген жері. Дым қалмаған, әлі кетіп жатыр. Кетіп жатыр, көрдім көрмейді. Үйдің кіре берген жерін жұртқан дейді бірінші одан біріне. Походу ойладық бәріміз. Мынау мінекей біздегі жаңағы іс бойынша Талғар қаласы. Мынау менің ағамның үйін өртеп кеткен міне. Қазір пожарныйлар келіп сөндірген, бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай міне үйдің түгі қалмаған. Түнгі сағат қазір 2. Әлі де толықтай өшірілмеген өрт. Көріп тұрсыздар өздеріңіз. Үйде ешкім болмаған бекен, или болған бекен? Мен болдым ғой. Сен осы жерде болдың бала шағамен, иә? Мектепке дайындаймын. Бала шағам үйде болып пе едің? Сағат 8:30 осы жерде камераны ауыстырамын деп. Камераны қойдыңдар ма? Қосқан жоқпыз. Ертең босатып тоқтарын ғана дайындап қойдым. Ертең Wi-Fi қосып кейін жасаймыз деген. Үш күннен бері сол камерамен алсам. Бүгін негізі камера қоямыз демедік, үлгермедік. Камерамен соғым нер собыра отырау деп.